Кайырлы күн. Мен Исеев Азамат, Павлодар облысы полиция департаментінің азаматтық және қызметтік қару айналымын бақылау жөніндегі аға инспекторы. Аңшылық қаруды сатып алуға рұқсат алу үшін нені білу керек? Ақпараттық технологияларды дамыту аясында азаматтық қаруды сатып алуға рұқсат алу онлайн режимде жүргізіледі. Себебі ол мемлекеттік қызметтердің бірі болып табылады. Азаматтық қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат алуға өтініш беру үшін электрондық цифрлы қолтаңба NCLR бағдарламалық қамтамасыз ету орнатылған дербес компьютер. Аңшы куәлігінің электрондық көшірмесі, азаматтық қарумен қауіпсіз жұмыс істеу қағидаларын білуге, қару иелері мен пайдаланушыларын даярлау бағдарламасының өткені туралы анықтаманың электрондық көшірмесі, 076У нысанындағы медициналық қорытындының электрондық көшірмесі, азаматтық қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат алуға мылтық қаруын ату туралы актінің көшірмесі, мемлекеттік баж төленген туралы түбіртек құжаттардың электрондық көшірмелері компьютердің жұмыс үстелінде сақталу керек. Алдымен сіз e-лицензия порталындағы кілтті пайдаланып тіркелуіңіз керек. 3W лицензия KZ. Қауіпсіздік қойындысын таңдап, жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын сақтауға және алып жүруге рұқсат беру сілтемесі бойынша өтіңіз. Әрі қарай өтініш беру тәртібі туралы нұсқаулықты мұқият зерделеу керек. Қойындыда тіркелген және қызметті онлайн тапсырыс беріңіз. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Павлодар облысының полиция департаменті лицензияларын таңдау. Жұлдызашмен белгіленген өтініш барлық бағандарын қажетті электрондық құжаттардың арнайы қорына тіркемемен мұқият толтырыңыз. Төлем білімін толтырған кезде екінші деңгейдегі банктердің кассаларында мемлекеттік баж төленген жағдайда түбіртекпен мәліметтерді көрсетіңіз. Ал онлайн төлеген кезде онлайн